Сәби кейпінде әке атанған ұл. Екінші бөлім. Ләззат әпкесі асыра сілтеп жібергенге ұқсайды. Өзінің жасына лайық, тіпті ересек адамның сөзін айтып тұр ғой Зейін. Олар осылай тұрғанда, туыс жеңгейлердің бірі Зейінге бұйыра сөйледі. Самаурынға от жақ, дейді. Жігіт өзін үлкен адамдай сезінгісі келіп, қарсылық білдірместен самаурынға қарай беттеген еді. Дәл сол сәтте жаңқыз баласын жұмсап жатқанын көріп келіндерге шүйіліпті. Зейінді неге жұмсай бересіңдер? Оның ештеңені білдірмей, тыныш жүргеннің өзі біз үшін үлкен көмек емес пе? Самаурынның шайы осы баланың қолына қарап қалды ма? Өздерің істей бермейсіңдер ме? Неге Зейінді тыныш қоймайсыңдар? Бүгін бір тап түйнақтай киініп, қыздармен сөйлесіп, өзін жігіт сезініп жүрсе, болмай ма? Әр сөздеріне зыр жүгіретін жас бала болса ғой, мейлі. Менің баламды бүгін ешқайсың жұмсамаңдар. Бүгін бір сыптай болып әдемі киініп шықса, соны да көп көріп жүрсіңдер ме? Деп ұрсып берді. Анасының жалынды сөздері Зейіннің жүрегін елжіретіп жіберді. Бір сәт көзіне ыстық жас келді ме, әлде кеудесінде буырқанып жатқан сезімдер сыртқа шыққысы келді ме, өзі де түсінбеді. Тамағына өксік тығылғандай болды. Ақыры шыдай алмады. Жаңа ғана қыздың алдында көкірегін тік ұстап, екі қолын қалтасына салып, нағыз жігітше сындай тартылып тұрған еді. Енді анасының сөздерінен кейін дардай денесімен бір уыс болып бүрісіп, кішкентай баладай анасын құшақтап алды. Иығы дірілдеп жылап жіберді. Оның бұл қылығын көрген кіші жеңгесі мұрнын тыржитып, тағы да ауруы қозды дегендей біртүрлі үнмен міңгірете қалды. Ал Зейіннің жүрегінде анасына айтар мұң өте көп еді. Кеудесін кернеген түйткілдер іші бауырына сыймай, жанын қинап бара жатқандай. Бірақ Зейіннің көкірегін қысқан түйіннің не екенін өзі де білмейді. Ол анасының алдына екі бүктеліп барып, кеудесіне басын қойып, егіліп жылап тұрды. Апа, мені жеңгелерім қайта-қайта жұмсай береді. Малдың астында тазалайтын мен, от жағатында мен, үйді сылайтында мен. Мен оларға тек жұмыс істеу үшін ғана керекпін. Олар мені сіз секілді ешқашан еркелетпейді. Сіз ешқайда кетіп қалмаңызшы. Олар мені құл сияқты жұмсайды. Тамақты да аз береді. Мешкей деп ұрсады. Апа, ұрысыңызшы оларға. Егер айтқандарын істемесем, тамақ та бермейді деді. Бар қайғысы дәл осы күнге жиналып қалғандай. Жаңа ғана баласының жігіт болып, қызға қырындап тұрғанын көрген анасы, енді оның 5 жасар баладай мұңын шағып тұрғанын көріп, не айтарын білмеді. Бірақ дәл осы сәтте іштен шыққан қонақтардың бірі таңырқай қарап тұрғанын байқады да, ыңғайсызданып қалды. Ауыл адамдары бұл көрініске еттері үйреніп кеткен, ал бөтен жандар үшін бұл тосын жайт. Қой, балам, мен жеңгелеріңе ұрысамын. Сен жыламашы. Дәу жігітке жылау ұят қой, ұят. Сен менің ақылдымсың ғой. Сен үлкен жігіт болдың деп баласының арқасынан қағып, жұбатуға тырысты. Апа, жеңгем добымды тығып қойыпты. Мен білемін. Мені әдейі жұмыс істесін деп добымды жасырып қойған. Деді де жеңгелерінің біріне ала көзімен қарап қойды. Ақиқатында допты жаңқыз апаның өзі тығып қойған еді. Ақылдым менің, қойшы енді. Қарашы, анау балкүміс саған қарап тұр. Үлкен жігіт болып алып, жылайды екен деп күледі деді анасы. Осыны естіген Зейін басын анасының кеудесінен жұлып алып. Қайда? Балкүміс қайда? Деп жан-жағына алақтап қызды іздей бастады. Апа, балкүміс сондай әдемі қыз екен. Мен қазір анау тұрған жігіттерге барып келейін деді де, тез есін жинап, әлгіндегі екі жігіттің қасына жүгіріп кетті. Тағы да темекі сұрады. Әлгілер шылым бермесе, тағы да бастары дауға қалады. Зор денесіне сеніп тап беріп ұрып жіберуі мүмкін. Немесе апам айтамын деп бүкіл ауылды басына көтеріп жылауы да ғажап емес. Ал жаңқыз Зейінді жылатқан жанды оңдырмасы анық.
Өз жолында құрбан болып кетсе де, баласының ақысын алып береді. Көктемнің салқын лебі ескен сол бір күн Зейіннің жүрегінде мәңгілікке қалып қойды. Құдалықтың думаны басылмай жатып, би алаңына шыққан құда-құдағилар әуен ырғағына билеп, айналаны думанға бөледі. Ән мен күйдің құшағына еніп, ауыл аспанына шаттық ұялады. Бұл сәтте Зейінде қарап тұрмады. Қиыла қараған Балкүмістің көзіне көзі түсіп, бойын ерекше бір ыстық толқын шарпып өтті. Ол бойын тіктеп аруды ортаға шақырды. Желмен тербелген гүлдей, Балкүмісте билей жөнелді. Зейіннің әр қимылы өзіне жарасып, жүректен төгілген күймен үндесіп жатты. Осы бір сәтте ешкім оның жүрегінде дауыл соғып жатқанын сезбеді. Біреу бұл есі ауысқан жігіт десе, сенбес еді. Өйткені дәл қазір ол айналаға шуақ шашқан күндей еді, серлігімен жұртты тамсандырды. Құда-құдағиларды биге тартып, сөз саптаумен де таң қалдырған Зейінді көріп, кейбіреулер таңырқап. Ойпырмай, Ләззаттың осындай көркем, ақылды қайынысы бар екен ғой. Бізге неге айтпаған? Әдетте тек жаман жағын сөз ететін еді. Осындай сымбатты жігіт жайлы бір ауыз сөз қозғамағаны қызық екен. Көз тимесін дейтін шығар деп сыбырласты. Ауыл балалар үшін бұл жаңалық емес еді. Егер біреу олардан, «Мына жігіт кім өзі?» деп сұраса, 7 жасар балада, «Ой, ол шынды Зейін ғой» деп жауап берер еді. Ал Балкүміс, ол басқаша ойлады. Жігіттің жібектей жұмсақ үні, жаратылысына жарасымды мінезі, ойнақы қалжыңы оның жүрегінде әлдеқашан ерекше із қалдырған еді. Би аяқталар тұста Зейін ақырын ғана аруға еңкейіп, «Мен сені сөзсіз іздеп барамын. Сен үшін жеңгемнің ауылына барамын» деді. Балкүміс жымия күліп, «Күтемін, кел» деді наздана. Сол бір «күтемін, кел» деген сөз Зейіннің жүрегіне алтын әріптермен жазылып қалды. Құдалықтың думаны басылса да, оның жүрегіндегі әуен тоқтаған жоқ. Балкүміс есіне түскен сайын, көкірегіндегі үміт оты маздап жана берді. Ойға шомған сәттерінде ол өзін биік шыңдардың басында, бұлттармен астасқан арман әлемінде сезінетін. Балкүміс сол әлемнің күн сәулесіндей жарқыраған нұры еді. Кейде соны аңсап, балалық шақтың алаңсыз күндерін еске алып, жалаңаяқ топырақ кешіп доп қуып кететін. Бірақ бір сәтке Балкүміс көз алдына елестесе, маңдайы түйіліп, көздеріне салмақтылық ұялайтын. Ол бір ақыл есі тұнық, жүрегі пәк жігіттің шынайы ғашықтық хикаясы еді. Бұл сағыныш оның жанының ең терең түкпірінде тұнған, Балкүміске деген ақ жаңбырдай таза, самал желдей нәзік, таңғы шықтай мөлдір сезімі еді. Жаңқыз баласының ішкі әлеміндегі терең өзгерістерді сезіп, жүрегі елжіреп жүр. Зейін бұрынғыдай өнерін көрсетпей, өз ойларына батып, бір қалыпты мінез танытып, ойланып жүретін болды. Бір күні, бау ішінде шалқасынан жатқан Зейіннің қасына жақындап келген Жаңқыз оның жүзінен бір сырды ұқты. «Балам, не ойлап жатырсың?» деп сұрады. Зейін бұл сұрақты күткендей ойымен бөлісті. «Апа, неге мені өзгелерден ерекше етіп жараттыңыз? Мен де жер бетінде жүріп, жай ғана қарапайым адам сияқты өмір сүргім келеді. Бірақ менің өмірім өзгелердің өмірінен бөлек екенін білемін. Барлығы маған басқаша қарайды, мен олардан ерекшемін. Менің арманым көп. Бірақ көз алдымда мені көздеген биік армандарым бұлттай қалықтап, қолым жетпейтін қиял болып қалады. Мен екі өмірде адасып жүрген сияқтымын. Қазір бәрін түсінемін. Ал кейде өзіме не болып кететінін түсінбеймін» деді. Жаңқыз ұлының мынау сөздеріне жүрегі тілім-тілім болды. Сезімін сыртқа көрсетпей, баласын жұбатып, оған сенім артуды жалғастырды. «Балам, сен бәрінен ақылдысың. Сенің қолыңнан бәрі келеді» деп айтқан сөзі жай ғана жұбату емес, оның жүрегіндегі шынайы сенімнің көрінісі еді. Бірақ оның жүрегінде баласының болашағына алаңдаушылық басым болатын. Ол Зейінге қаншалықты ақылды және ерекше екенін айтып,
оның болашағына деген үмітін нығайтса да, ішінен бұл жағдайдың тек уақытша екенін түсінетін. Анашым, мен бір нәрсе айтайын ба? Мен Ләззат жеңгемнің ауылына барсам қайтеді. Балкүмісті ойлай беремін. Неге ол менің ойымнан кетпей қойды? Мен оған іздеп барамын деп уәде берген едім. Мен оны іздеп баруым керек. Әйтпесе ол мен жайлы не ойлап қалуы мүмкін. Ол өте әдемі қыз ғой, байқайсыз ба? Деді Зейін. Жаңқыз баласының осы бір мұңын терең сезіп жаны ауырды. Іші күйіп жатса да ол баласын алдап жымия берді. Көзіне мөлдір жас үйірілген жаңқыз. Менің балам жігіт болыпты ғой. Қалай байқамағанмын? Балқымыс оның аты қандай, өзі қандай әдемі қыз. Қашан барасың? Айтшы, мен өзім ертіп апарайын деп баласының маңдайынан иіскеді. Ол ұлы мен келіні Ләззатқа Зейін туралы айтып еді. Олар мазақ еткендей. Баланың миын аштып не қыласыз? Енді Зейін сол жаққа барып күлкі болуы қалып еді. Бармайды ешқайда да деп күлді олар. Олардың бұл сөздері жаңқыздың бүкіл жан дүниесін күйретіп бара жатқандай сезілді. Ол басын көтеріп бәріне қарамастан өз шешімін айтты. Неге бармайды екен? Барады. Мен өзім рұқсат беремін. Өзі апарып келемін. Бұл бейшарада адам қатарынан қалғысы келмейді. Өзінің жағдайы жайлы ойламайды дейсің бе? Ойланады. Бірақ солай ақыл есінде ауытқушылық болған үшін айыпты емес шығар. Бұл жазғанның да өз арманы, өз қалауы бар. Мен осының арманын орындамағанда не үшін өмір сүріп жатырмын? Сен олай кесіп айтпа. Менің балам өмірінде бірінші рет қызға сөз айтыпты, онда тұрған не бар? Қызды іздеп барамын деп сөз берді ме, уәдесін орындауы керек. Өйткені олда мына сен сияқты еркек деген аты бар, сен секілді менің құрсағымнан шыққан перзентім. Оны мен түсінбесем де, бауыры мынау сен түсінуің керек. Мен өз баламның арманына, тілегіне жол ашуым керек. Олай ойлама. Олда адам, олда болашақта бір күн бақытты болуға лайықты. Біз оған мүмкіндік беруіміз керек. Міндеттіміз. Бәлкім жүрегін қозғайтын махаббаты ақыл есіне, өміріне өзгеріс әкелер. Мен бәрібір үмітімді үзбеймін. Зейін де сендерден кем емес. Оның да өмірден өз жолын табуға, сүюге, өз ойын айтуға, өзі қалағандай өмір сүруге құқы бар деген жаңқыз оталып кетті. Үлкен ұл. Апарсаңыз, апара беріңіз. Бірақ сіздің масқараңызды шығармаса болды. Қызға ғашық болған балаңыздың түрі анау ма? Сіз де ақылға сиятын нәрсені айтсаңызшы деді. Не бопты менің балама? Қызға ғашық болып сөз айтыпты, онда тұрған не бар? Оның да жүрегі бар, оның да арманы бар. Әркімнің өз жолы мен таңдауы бар емес пе? Мүмкін есі келе-келе түзелер деді ол, көзінде бір үміт сәулесі жарқырап. Арада 2 күн өткен соң, жаңқы баласын шырттай киіндіріп жолға шықты. Осы жолды таңдаған жаңқыздың өз мақсаты бар еді. Мүмкін қызға деген ыстық сезімі Зейіннің өміріне өзгеріс енгізер. Денсаулығына дұрыс әсер етер деп үміттенді. Шынымен де, Зейін Балкүмістің ауылына келгенде өзін өте сабырлы, салқынқанды ұстады. Тіпті дастархан басындағы үлкендердің әңгімесіне де өз орнымен араласып отырды. Оның бұл кейпі жаңқыздың жүрегін жылытып, ішкі қуаныш пен сенімін күшейтті. Төркініне келгендей, құданың ауылында кетпей, жаңқыз баласы үшін осында көшіп келуге де дайын болды. Құдамен сырласып отырып, осы жерге келуінің нақты мақсатында сөз етті. Құдасының көзі ашық, көкірегі ояу адам. Жаңқыздың жан жарасын жақсы сезініп, баланың ауруын менің қызыма деген махаббаты емдесе, оны да көрерміз. Ештеңеге қысылмаңыз, өз үйіңізде еркін жүре беріңіз. Мүмкін бала осы қалыпта сауығып кетер деп оның жүрегіне үміт ұялатты. Құда, балам жайлы қызыңызға ештеңе айтпай-ақ қойыңыз.
Егер ол білсе, менің баламнан теріс айналып кетер. Қазір екеуі дос болып жүре берсін. Мен барлығына дайынмын, тек Балкүміс әзірге білмей-ақ қойсын, біздің осы жаққа келгендегі мақсатымызда. Мендегі тек ұлым, оны көзімен көріп, сағынышым бассын дегенім ғой, деді Жаңқыз шын өтініп. Уайымдамаңыз, құдағи. Баланың сауығуына мен де тілектеспін деп жауап беріп еді құда. Балкүміс пен Зейіннің әңгімелері жараспақ қалды. Қызы оны бірер күнге қонақ болып келген болар деп ойлады. Қызы өткендегі құдалықтан кейін Зейінді ұнатып қалып еді. Ешкімге ұқсамайтын ерекшелігі есінен кетпей, оны тағы бір рет көруді аңсап жүрген жайы бар еді. Тәп-тәуір жігітті басқалар неге иесі дұрыс емес деп айтады. Адамды да солай қорлауға бола ма деген жанашырлығы да бой көрсеткен болатын. Бүгін оны құрбысының туған күніне де ертіп бармақшы. Зейін барғысы келіп желпініп отыр. Баласын жібергісі келмей уайымдаса да, Жаңқыз жіберуге мәжбүр болды. Қазір қарсы болса, ұлының арқасы қозып, тентектік жасауы мүмкін. Дәл қазір оған қарсы шығып, жолын бөгеудің қажеті жоқ. Ал туған күн кешінде қыздар. Құда бала неткен әдемі. Неге бізге айтпайсың? Сен жамансың, бізден жасырып қызғанып жүрген екенсің ғой, деген құрбылары сымбатты жігітке шын қызыққан. Балкүмістің бойын мақтаныш кернеді. Қыз жұптасып билейтін баяу әуен басталғанда Зейінге қарады. Ол мұның белінен қапсыра құшақтап екеуі ортаға шықты. Балкүмістің жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Ал өмірінде ешқашан қыздармен құшақтасып билеп көрмеген, дәл осылай нәзік сезімге бөленбеген Зейіннің қазіргі жай күйі тым ауыр әрі шатасқан еді. Қыздың денесі оның денесіне тиіп, жүрегі тіпті ерекше ырғақпен соға бастады. Әр соққан жүрек дүмпуі ішкі әлемін күйдіргендей әсер етті. Осы уақытқа дейін ол мұндай тәтті сезімді сезінбеген еді. Оның жүрегі жиі соғып, терең тыныс алуын қиындата түсті. Демі жиілей бастады. Балкүміс те көзін жұмып алған. Сезімнің тереңіне батып кеткен сияқты. Сол тереңнен шыққысы келмейтіндей. Туған күн кеші аяқталып, қайтар жолда олар өз сезімдерін басқара алмады. Жапырағы жайқалған үлкен ағаштың түбіне келген олар бірін-бірі құшақтады. Еріндерімен сүйісті. Ары қарай не болғандарын өздері де түсінген жоқ. Кәдімгі ересек адамдардың жасайтын тірлігіне жол беріп қойғандарын өздері де байқамай қалды. Бірақ бұл тірліктер үшін екеуі де өкінген жоқ. Өздеріне ұнап еді. Балкүмісте де сол сәтте ештеңе ойлана алмады. Өмірдің бар қызығы, қуанышы Зейіннің құшағында секілді, оған тұрмысқа шығуды да жоспарлап қойды іштей. Зейін бұрын соңды сезініп көрмеген, жан дүниесін тербеген тым тәтті сезімге бөленді. Екінші бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Құрметті тыңдарман, әңгіменің жалғасын тыңдау үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Рахмет.